Екі бала ойын шықпастан тонын, тумағын, киіз өтігін алып бұрышқа алып барып қойды. Таштай түнеріп, бороғын едіге емін ойлап, еміне қылып жүргенін біліп болмайды. Бетіне шықчы зар ішті қамалап, бороғын шапқын іште жүріп атты. Күйесінің баш көтерер малын күтіп, үкі бала екі рет самауыр жаңыртып, чай қайнатты. Самауыр қайнай берді. Чай ысық. Оттан жаңалдым деді аялы. Едіге аны телміретік деп. Isық чайдан шорылдата уыртады. Чайдың ысығын сезбеді. Екі өтең. Сөз жарларымы алды күтіп тұрышты. Зарипа балдарын алып көчіп кетті деді. Ақыры өкі бала. Білем, деп бұрық қатты бороғын едіге. Пияладан башын көтермей. Қайда кетті? Анысы бізге айтқан жоқ. Қайратын жүр ашты. Оғызы чайға күйіп атса да, бұрқан шарқан түшіп, чаң топалың салбасам екен, балдарды қорқытпасам екен, балейіні баштамасам екен деп, едігейдің бар әрекеті мынау шында болды. Чай ішіп бітіп, сыртқа қамынды. Қайрадан киіз өтігін, тонын, тумағын киді. Қайда баратасың? Деді аялы. Едіге аны телміретік деп. Малды қарайым. Едіге түні өріп қашаға кірді. Кіріп барып, чынжырынан жұлқынып тұрған қаранарды бір қарап, бір сөгіп, бір қиқырып қойды. Дағылы өкіріп отасың ба? Дәлі той бойсың, Жел мұғыз. Сен ұшы қылғаның ба? Емі сені бір жаңсыл қылбасам ба? Маға емі байыр бір. Едіге қаранады құрсаға түртіп, ашата сөгіп, чомын алып ұрғытты. Анан бір қолына чынжырын, бір қолына шапалағын орап алып, боздығын бурасын жетелеп талаға жөнеді. Жетелегеніне құлақ салбай. Бороғынды қаранарға өкіріп қиқыре берді. Анын қиқырғанына қарап Едіге шапалақ менен бір-екі үш жолы тап беріп қойды. Бірақ аға деле болбаған соң қармалтап кете берді. Асман қоюланып, қап-қара тұман басып келатты. Едіге башын көтермей көпке жүрді. Анан бір дөңсен айлана беріп тоқтады да, қаранарды қызыл шапалақ алып кірді. Мес саға! Ме! Арам өлген айван! Ұшының бары сен азауыңан. Егер сен бол болсаң, ұшының барын қылған сен. Емі сені қойы берем. Қайда барсаң анда бар. Bir оған алдында. Мо құтыртқан құртыңды жоқ қылу салбасам ба? Мес саға! Ме! Арам өлген айван! Ұшының бары сен азауыңан. Бары саға ас көрінет, Четке чұрқайсың, Ал ортада балдарын алып кет қалған Тұрбаева. Менің күнім емін олары менен ечікмеңердің ішіңер жоқ. Мен ансыз қантып жашайын. Бұл дүйнөдө. Егер сілерге бары бір болса, маға деле бары бер. Мес саға! Ошол үшін айван! Ушының бары сен азауыңан! Мес саға! Қаранар ару бұқынып, бері бұқынып. Шапалақтың ұғысы ұшыншалық өтті өлі. Bir уақытта Едігеді жыға қойып, ұстындай сілейті сүйреп, қатты жөніп кетті. Едіге аны қарап, қатты, тоқта деп, оғызына қартылған Едіге қиқырады. Қаранарын қарасын ба?
Kaçıp құтыламын деп кете берді. Егер едіге ептеп бек құрын бошатып, таралғасынан башын шығарып жібермеген болмаса, күрткіге башы тығылып аман қалған болмаса, бұл екеуінің қармаш емнеменен бүтерін кім білмек. Едіге боғынан тартқыча, қарынардағы бір топ жерге кетіп қалды. Анам барып, баш боғы сейісінің қолында екенін сезді бе? Тоқтап тұрып қалды. Едіге қарға тоңған қолдары ысып, күйіп, атышып атты. Ал араң екі бұтына тақаншықтап тұрды да, қаранар кеткен жаққа қарап, қыларын мұшыл болса, мессаға, жоғыл көзіме көрінмей. Жоғыл иттен туылған айван. Сені дағы бір көрсем, көзім қашайсын. Екінші сені көрмей тұрған болайын. Жоғыл көзіме көрінмей, иттен туылған айван. Жоғыл, ұшының бары сен азауыңан. Егер сен болмасаң, ұшының барын қылған сен. Сені дағы бір көрсем, көзім қашайсын. Еріме талай ең чөлде есі жоғыл. Қарға құзғындай қылып атып салсын сені. Жоғыл көзіме көрінмей. Құдай деген жоқ тұра. Қалыстық деген жоқ тұра. Бұл жашамай заман Құдай білбесе. Біз башқалардан қандай үміт қылалы? Құдай деген жоқ тұра. Қалыстық деген жоқ тұра. Сарыөзектің Ерметалай eyін чөлінде. Сүйген аялынан айырылып, жарықтық дүйнеге бешенесін тосып беріп, Құдай менен айтышып, бұрауын едіге кетіп барады.